Көк шөптің пайдасы туралы сіз білесіз бе? Баршаңызға сәлем. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды сұраймыз. Адам ағзасына қажетті дәруменге бай көк шөптердің пайдасы жайлы не білесіз? Біз көбіне көк шөптерді тағамға тек дәмдеуіш ретінде қарайтынымыз бар. Бұл дұрыс емес. Рас, балғын көк шөптер тағамға дәм беріп қана қоймай, салаттар мен тіскебасарларды сәндеп дастарханға көрік береді. Бүгін көк шөптердің ішіндегі ең пайдалы дегендеріне тоқтала кетейік. Ақжелкен, петрушка құрамында түрлі дәрумендермен қатар калий, кальций, натрий кездеседі. Білесіз бе? Ақжелкенде С дәрумені лимонмен салыстырғанда 4 есе көп. Ағзаның қорғаныш қабілетін күшейтуші, жүрек аурулары мен қатерлі ісіктен қорған, тіс және тіс етті ауруларының алдын алушы, зәр айдайды. Бүйрек, бауыр, өт жолдары ауруларына шалдыққан жандар күнделікті туралған ақжелкенді суға қайнатып 1,5 сағат 2 сағаттан соң ішіп тұру қажет. Ақжелкен суы іш құрылысын тазартып қана қоймай, түрлі аурулардың алдын алуға жол береді. Көздің қабілетін жақсартады. Басқа да пайдалы тұстары өте көп. Сондықтан да көп шөптердің пайдасы туралы айтылғанда алдымен ауызға оралатыны ақжелкен екен. Десе де аяғы ауыр келіншектер ақжелкеннен бас тарта тұрғаны жөн. Егер көп жеп қойса, жатыр қабырғаларын әсер етіп, түсік тастау қаупі туады. Аскөк, укроп құрамында магний, феррум, кальций, марганец секілді минералдар мен А және С тәрізді дәрумендер көп. Иммунитетті нығайтуға көмекші болып табылады. Ересектер ауыз иісін кетіру үшін жиі пайдаланса, нәрестелердің ішінің желденуінің алдын алу үшін арнайы аскөк тұнбасы дайындалады. Тіпті дәріханаларда сатылады. Сондай-ақ жаңа босанған аналар да аскөкті жиі тұтынса, емшек сүтін құнарландыруға септеседі екен. Аскөкті суға 10-15 минут қайнатып, суған соң тұндырып алу керек. Күніне 3-6 рет бір ас қасықтан тамақ алдыңда ішіп тұрса, өт жолдары мен тамақ ауруларынан арылуға болады. Сондай-ақ аскөк ұйқы қашқанда да көмекке келеді. Бұдан бөлек зерттеулер нәтижесінде аскөкті жиі тұтыну ағзада триглицерид деңгейін 50%, холестерин деңгейін 20% азайтатындығы анықталған. Есте болсын, қан қысымыңыз өте төмен болса, аскөкті аздан тұтыныңыз. Әлсіреп қалуыңыз ғажап емес. Кинза, В1, В2, С, Р, Е дәрумендеріне натрий, йод, кальций, калий, фосфор минералдарынан бай. Көне заманнан бері медицина саласында пайдаланылып келеді. Тәбетті ашуда, асқазанның жұмыс істеу қабілетін жақсартуда қолданған. Кинза жүрек, қан тамырларының жұмысын жақсартуда. Ұйқысыздық, депрессия, тамақ, бас ауруларына өте пайдалы. Кинзаның тері қабатын жақсартуға, көздің көру қабілетіне де жағымды әсер беретінін байқаған. Кинзаны сондай-ақ артық салмақтан арылуға септеседі деп сендіреді диетолог мамандар. Қала берсе, әйелдердің репродуктивті жүйесін қалыпта ұстап, ерте қартаюға жол бермейді екен. Әйтсе дағы артық жеп қойса, кері әсер етіп, етеккердің келу уақытын тұрақсыз ету қабілетті. Холециститі барларға мүлдем ауызға алуға болмайды. Қымыздық, шавель құрамында органикалық қышқылдар мен В тобындағы дәрумендер мол. Сол себепті де қымыздықты сүйіп жейтіндер арасында көңілді жүретіндер, шаршау дегенді білмейтіндер көп. Қымыздық ұйқысыздықтың алдын алады. Ас қорыту, бауыр мен өт қабының қызметін жақсартады. Қан кетуді тоқтатуға септеседі. Қан аздықта, жүрек, қан тамыр ауруларында, аллергияға қарсы құрал ретінде терідегі әртүрлі бөртпелер мен қышымаларда, дене жарақаттарынан арылуда көп көмегі тиеді. Қымыздықтың жапырақтары мен жемістері ауруды басатын антитоксиндік қабынуға қарсы қасиетке ие. Қымыздық қышқылы өкінішке орай тағамға қышқыл дәм бере отырып, ағзада тұзды көбейтуді мүмкін. Сондықтан бүйрегі ауыратын жандар аздап тұтынғаны жөн. Балдыр көк, сельдерей, тамыры да жапырақтар да тұтынуға жарамды көкөніс. Құрамы А, В, Р, С, К дәрумендерге бай.
одан бөлек калий, кальций, магний, фосфор сияқты минералдарға бай. Сондай-ақ бұл өсімдік құрамында қышқылдар мен эфир майлары бар. Сол себепті де адам бойындағы стресс пен жүйке күйзелісін басуға септігін тигізеді. Зәр шығару мүшелерінің жұмысын жақсартуға, қан деңгейі мен қан қысымын реттеуге әсері бар. Балдыркөкті әсіресе қыс мезгілінде көбірек тұтынуға кеңес беріледі. Балдыркөк немесе иісті желкен, сельдерей, жағымсыз иісті бұл шөптің құрамында А, С, В1, В2 дәрумендері, никотин қышқылы, магний, марганец, иод, фосфор, кальций кездеседі. Иісті желкенді ертеде көп ежелгі Рим мен Грекия тұрғындары мөлшерде пайдаланған. Базилик, насыбайгүл А дәруменіне және бета-каротинге бай. Құрамында мықты антиоксиданттар бар. Жүрекке, бас ауруына, диареяға, іш қатуға, бүйрек сырқатына ем. Насыбайгүл майы антибактериалдық қасиетке ие болғандықтан антибиотиктермен бірге инфекциямен күресуде пайдаланылады. Дегенмен жүкті әйелдерге, психикалық ауытқуы бар жандар мен эпилепсияға шалдыққандарға жеуге болмайды. Мамандар әрбір көк шөптің пайдасын дәлелдеп, оның ең болмағанда бір түрін күніне бір рет бір шай қасықтан болсын тұтынып тұруды ұсынады. Егер де 10-15 см көлемінде туралған көкшөпті жатар алдында қайнатылған суға салып, таңертең сол сумен жуынса, тері нәрленіп ажарлана түседі. Себебі көкшөп бар қасиетін суға береді екен. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдірейік достар.